Баршаларыңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге осындай дәмді, әдемі болып шығатын алма пирогының жасалу жолын көрсететін боламын. Бұл пирогты шарлотка деп те атайды. Өте нәзік, жұп-жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге алма, ұн, қаймақ, қант, сұйық май, разрыхлитель, жұмыртқа, ванилин және тұз қажет болады. Ең әуелі разрыхлителімізді ұнымызға салып, араластырып аламыз. Енді ыдысымызға жұмыртқамызды жарамыз. Жұмыртқа бөлме температурасында болғаны дұрыс. Үш жұмыртқамызды жарып алдық. Шамалғана тұз себеміз. Және қантымызды саламыз. Содан кейін жақсылап араластырамыз. Сізде осындай әппақ пышный масса шығуы керек. Енді осы массамыздың үстіне қаймағымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Содан кейін сұйық майымызды құямыз. Тағы да араластырамыз. Жақсылап араластырып алдық. Енді үстіне ванилин саламыз. Тағы да бір араластырып жібереміз. Біздің массамыз дайын. Енді осының үстіне ұнымызды екі бөлікке бөліп саламыз. Жаймендеп миксердің көмегімен араластырамыз. Екінші бөлігін саламыз. Тағы да араластырамыз. Бізде осындай әдемі қою масса шығуы керек. Енді осы массамыздың салмасын дайындайтын боламыз. Бізге ол үшін осындай ыдыс қажет және алмамызды жуып алдын ала тазалап аламыз. Содан кейін қабығын ашып турайтын боламыз. Алмаларымызды майдалап турап аламыз. Өз қалауларыңыз бойынша ірі қылып турасаңыздар да болады. Туралған алмамызды ыдысымызға саламыз. Үстіне жарты шай қасық лимон согын қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Туралған алмамызды бағанағы массамыздың үстіне саламыз. Енді жақсылап араластырамыз.
Енді дайын болған массамызды формамызға саламыз. Менде осындай форма, астына фольга қаптадым. Пирогымызды әсемдеу үшін бізге алма қажет болады. Алмамызды тазалап, ортасынан бөлеміз. Содан кейін ортасындағы тұқымдарын алып тастаймыз. Тазаланған алмаларымызды ыдысымызға салып қоямыз. Енді алмаларымызды осындай теркамен кесіп аламыз. Бұл теркамен жұмыс жасағанда қолдарыңызды абайлаңыздар. Немесе пышақтың көмегімен де әдемілеп шұқалап кесіп алыңыздар. Бұл терканың бір жақсы жері алманы өте жұп-жұқа қылып кесіп береді. Міне, алмаларымызды осындай жұп-жұқа әдемі қылып кесіп алдық. Енді осы кесілген алмалармен пирогымыздың бетін әсемдейтін боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп қойып шықсаңыздар болады. Немесе өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша басқаша әсемдеуге де болады. Біздің пирогымыз дайын, осындай әдемі болып шықты. Енді осы дайын болған пирогымызды қысып тұрған пешке 180 градуста 1 сағаттай пісіріп аламыз. Міндетті түрде шпажканың көмегімен тексеріп тұрыңыздар. Бізде 1 сағаттан аса уақыт өтті. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан міндетті түрде шпажкамен тексеріп тұрыңыздар. Міне, біздің пирогымыз осындай әдемі болып қызарып пісті. Дайын болған пирогымызды суытып, формасынан шешіп алдық. Біздің пирогымыз әдемі болып көтеріліп пісті. Енді осының бетіне сахарная пудра себеміз. Ал қазір кесіп көрсетейін сіздерге. Біздің алма пирогымыз кескен кезде осындай жұмсақ, нәп-нәзік болып кесіледі. Міне, біздің пирогымыз осындай күшті болып көтерілді және жұмсақ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Менің видеом, рецептім ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және алдағы уақытта жақсы рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен бірге болған ардақ, сау болыңыздар.